Таң оқушылар, математика пәнінен құрама есептер Астанаға саяхат тақырыбында сабағымызды бастаймыз. Ендеше сабағымыздың мақсатын менімен бірге қайталаңыздар. Екі амалдан тұратын есептерге талдау жасап, оларды шығарасыңдар. Балалар, құрама есептер дегеніміз не? Еске түсіріп алайық. Құрама есептер дегеніміз бірнеше жай есептерден, яғни бірнеше амалдардан құрылған өрнек екен балалар. Ендеше бірінші тапсырмаға назар аударайық. Есептерді шығарыңдар. А нұсқасы. Сырым Астананың 36 фотосуретін басып шығарды. Ол 7 беттің әрқайсысына 4 фотосуреттен орналастырды. Неше фотосурет қалды дейді. Енді балалар, біз бұны орындау үшін алдымен есептің шартын, одан кейін сұрағын, одан кейін шешуін, содан соң жауабын жазатын боламыз. Ендеше есебіміздің шарты басып шығарды неше бет? 36 фотосуретті басып шығарды, иә? Оны әр бетке, яғни 7 бетке 4 фотосуреттен орналастырды. Біз бұл жерде алдымен сұрағы неше фотосурет қалды дейді, қалғаны сұрақ белгісін қоямыз. Ендеше шешуіне кірісейік. Бұл жерде біз әр 7 бетке 4 фотосуреттен орналастырған болса, біз бұны көбейту амалымен орындаймыз, иә балалар? 4 пен 7-нің көбейтіндісінің мәні 28-ге тең екен. Яғни, сонда әр бетке 4 фотосуреттен орналастырғанда, дәл осындай 7 бетке 28 фотосуретті орналастырған екен. Енді балалар, екінші амалымыз. Екінші амалда барлығы бізде мана 36 фотосурет бар еді, иә? Сол 36 фотосуреттен 28 фотосуретті алып тастағанда бізде 8 фотосурет қалған екен. Сонда есебіміздің жауабы 8 фотосурет қалды. Жарайсыздар балалар, дәптерімізге осы есепті жазып аламыз. Келесі үшінші есеп балалар. Баған түрінде есептеп, дұрыстығын тексеріңдер дейді. Балалар, берілген өрнектерді баған түрінде дәптерімізге шығарамыз. Төртінші есепте қалай тиімді және жылдам есептеуге болады дейді. Балалар, тиімді және жылдам есептеу жолдарын өздеріңіз жазыңыздар. Және де үй тапсырмасы балалар. Үй жұмысына 5-ші есептегі сұлба бойынша өрнектер құрастырып, олардың мәнін табыңдар.